Біз айттық, ихфа кезінде, идғам кезінде не ғұннадан дыбыс береміз дедік, ғұнна береміз дедік. Бірақ ғұннаның өзінің мөлшері, яғни сатылары бар. Яғни егер соны білсеңіздер, сіздер бұны ұстаған кезде бір әйтеуір шатаспастан немесе артық немесе кем берместен былайша айтқанда әйтеуір өзінің орнында беруге көмек береді. Біріншісі ең жоғарғы түрісі. Ол қашан біздің нунымыз шәддәлі болса, уәләкинна немесе идғам болса, біздің сүкун нунымыз. Фәмән яъмәл, бұдан да қаттырақ бересіздер. Одан кейін сүкунды мим шәддәлі болса, фил ямми, яғни ең жоғарғы түрі қандай? Ол мим мен нун әрпі шәддәлі болса, немесе бізде сөзіміз идғам болатын болса. Екінші түрі ол кемел түрі, яғни мынадан сәл төмендеу, бірақ кемел түрі. Ол бізде әл-инсану, яғни сөзіміз ихфа болған кезде. Әл-инсану. Немесе бізде не иқлап болып отқан кезде, мысалы, әмбурика, әмбурика. Яғни мыналардағы сияқты қатты берілмейді. Немесе біздегі мынау не? Ихфа шафауия. Роббухум бихим деген сияқты. Бұл екінші уровень. Ал осы кемелден сәл төмендеу азырақ түрі бар. Ол біздің сүкун нун немесе мим қашан изхар болған кезде. Ән-амты. Мынау сүкун нунның изхары, ал мынау не? Амты. Немесе хум фиха деген жер. Изхар шафауия. Сүкунды мимға байланысты ереже бұл. Осындай болған кезде бұл не? Үшінші түрі. Бұл кезде не? Ғұнна беріледі. Ал ең төменгі түрі бар. Ол сезілер-сезілместей. Ол біздің сүкунды мим және нун әріптеріне харекетті болған кезде. Му, ми, ну деген сияқты. Бұл жерде енді кейбіреулер айтуы мүмкін. Ғұнна жоқ сияқты. Жоқ, бәрі бар. Сіз мұрныңызды жауып тұрып деп айтып көріңізші. Мына сөз оқи алмайсыз. Өйткені бұларда харекетті болғанмен де танаудан сәл ғұнна беріледі. Осы төрт түрі бар. Ең жоғарғы кемел, кемелден азырақ және ең төменгі түрі.